Сәлем ханымдар, мен Жансая, сіздермен бүгін өте керемет эклер печеныйын пісіретін боламыз. Қонақтарыңыз сізден рецептін сұрайтын болады. Бір жасағаннан керемет шығады. Жасап көріңіздер, балаларыңыз сүйсініп жейді. Қалаған креміңізбен жасасаңыз болады. Мен заварной креммен, қайнатпалы креммен жасадым. Дәмі супер-пупер. Ал сливкамен жасайтын, творожныймен жасайтын, чизбен жасайтын кремдерді де өздеріңіз жан қалауларыңыз біледі. Кремі өте әдемі, эклеріміз воздушный болып тұр. Жасап көріңіздер, өте жеңіл. Осы пирожныйды жасау үшін бізге небәрі 1 стакан су, 1 стакан сүт, 100 грамм май, 150 грамм ұн және шай қасықпен 1 ас тұзы қажет болады. Осылай отқа қойып, қайнайын деген кезінде тұз салып, заварной печеныйымызды осылай ұнды салып, барлығын араластырамыз. Оттың астын жай қойып, қамырымызды осылай аунатамыз. Өте қатты ыстық болады. Жылдамдықты талап етеді. Осы кезінде кішкене суытық бар, бір жұмыртқадан блинчиктің көмегімен істесек те болады. Мен қолмен жасағанды ұнатамын, өйткені қамыр өте қолмен иленген кезінде жақсы жұмыртқасы араласады. 4 жұмыртқа, жұмыртқаңыздың көлеміне байланысты қарайсыз. Мен 4 жұмыртқа қостым. Міне осылай массалы болып шығады. Мен оны открытый розаның көмегімен, насадканың аты, осылай салып алдым. Эклерлерімізді осылай дөңгелекше және сопақша күйінше, таяқша күйінше жасадым. Осылай бастары қайысқан жерлерін сумен дұрыстап қоямыз. 170 градуста 30 минутта пісіреміз. Бір айтатын жайт, духовканы піскенше ашпаймыз. Міне осындай керемет воздушный эклерлеріміз дайын болды. Жасап көріңіздер.